Сәлем достар, сендермен Акон Тажбаев. Мен бүгінгі блогта именно фитнес инструктор мамандығы жайлы айтайын деп тұрмын. Көбісінің сұрау бойынша қанша табасың, қанша ақша табасың деген сияқты. Менің негізінде Instagram қарап жүрген адамдар біледі, менде бизнес бар екенін, және де менде машина бар екенін. Ал қазір мен машинаны самокатқа айырбастадым, ал бизнесті ініме тапсырып қойдым, яғни сол жүргізеді, яғни ол спорттағы сататын магазин, то есть. Вот, қазір мен негізі инструктор болып жұмыс жасаймын. Өзім бір жағынан өз-өзіме челлендж жарияладым, что мен автобуспен жүрем, самокатпен жүрем, жаяу. И без бизнеса, без ничего, именно фитнес-инструктор арқылы қанша ақша табасың деген дәл соны ютубқа түсіргім келеді. Қызықты болады деп ойлаймын. Бұндай видеоны көп түсірем, көп блог шығарам. Яғни мен қазір екі залда жұмыс істеп жүрмін. Біреу ең үлкен зал, яғни World Class'та, потом Gym Point деген залда. Мен қазір World Class'қа келдім уже почти. И күнде одан кейін түске дейін World Class, одан кейін кешке Gym Point'қа. Вот міне World Class. World Class'ың алдында неше түрлі байлар келеді. Бұның абонементі где-то 1,5 миллион теңге болады 6 айға. И бұл жерге непростой адамдар келеді. Вот менің дос балам, Сушкіде. Вот, осында элит тренер. Мен де жақында орналастым осыған. Все, брат, давай. А мен мынау самокатым, осымен жүрем. Вот сумканы ауыстыру керек, өйткені тамақ салам, мен киім салам, бұның ішіне сыймайды. Вот, в общем, World Class осы мен қазір ішке кірем. Клиенттерін күтіп тұр. Одан кейін түстен кейін мен неге барам жаңағы? Екінші салға барам. Вот қазір артқы выходтан кетіп жатырмын. Киім ауыстырып алам. Блин, кешікті жатыр. Жұмыс барысын сұрамаймын. Как я тренирую, там, но целый залды көрсетем. И потом ертең екінші зал. Барлық көрсетем. Вот форма. Got me loving in the morning, got me singing in the pouring rain, got me wrapped around a finger, I'm perfect in the palm of your hand. Message couldn't be much clearer, like a metaphor, make-believe. If somebody would've pinched me, now would be the end of this dream. Well, pardon my manners, just something about you turns me to a savage. Yeah, I'm losing my balance. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. Мен қазір екінші зал Gym Point'қа келдім. Менің сүйікті залым өйткені бұл жерде клиенттердің барлығы менің досым сияқты болып кеткен. Менде бұл жерде 30-дай клиент бар. Қазір сағат 2 болды, түнгі 12-ден жұмыс жасаймын. Бұл жерде абоненттің бағасы 10 мың теңге болады. Мен тренерский услугамды айтып қойайын. Мен жаңа жолай ойлап келдім. Именно фитнес-инструктор қанша ақша табу керек дегенді мен келесі блокқа қалдырам. Бұл блокқа айта алмаймын. Бірақ бұл блокқа мен фитнес-инструктордың жұмысы жайлы қанша клиент жинауға болатындығын, соның барлығын мен өз басым. Time you walk by, I can feel your magic in the air. Promise this ain't a drive-by. I'm trying to sweep you up and keep you there. Got me running in circles around you to please. Yeah, I do what I need to. So pardon my manners, just something about. Достар, осы менің бітті, осылай жұмыс күнім, таңертең қайтадан жұмыс, жаңа 90 минут кардио жасадым.
сондықтан да осылай үстіме киіп алған болатынмын. Так, келесі видео фитнес инструктор болу үшін не істеу керек және қанша ақша табуға болады барлығын түсіндіріп айтып кететін боламын. Келесі видеоны күтіңіздер міндетті түрде. Бірақ достар, осы видео 500 лайк, 100 комментарий жиналса ғана сразу мен видеоны шығаратын боламын. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше